Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді қатпарлы қамырдан жасалатын рогалики мен трубочкидің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз қатпарлы қамырды жасап аламыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, су, 7% сірке су және де бір жұмыртқа керек болады. Суымызға бір жұмыртқаны және де сірке суды қосып, вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызға сары майды қосамыз да қолдың көмегімен араластырамыз. Ұн тақтамаймыз, тек қана араластырамыз. Бізде сары майдың осындай даналары қалу керек. Дайын болған ұн мен сары майымызды дастархан үстіне саламыз да ортасын шұңқыр етіп аламыз. Енді жұмыртқалы консистенциямызды 3 мәрте қайтара құйып, осылай араластырамыз. Міне тағы да шұңқыр етеміз. Тағы жаңағы жұмыртқалы консистенциямызды құямыз да осылай араластырамыз. Қолыңызбен қатты араластырып керек жоқ, жай ғана осылай ұнымызды жинаймыз. Негізі бізде қамырымыз осындай қатпарлы болу үшін біз жай ғана қамырымызды жинаймыз бір-біріне қосып жинаймыз. Біз илемейміз, осы жерде мұқият болыңыздар. Егер де илеп жіберсеңіздер, сіздерде қатпарлы қамыр болмайды. Сіздерде жай ғана песочный қамыр болып шығады. Және де қамырдың арасында бізде майларымыз дана-дана болып қалу керек. Міне осылай жинап алдық. Енді пищевой пленкаға салып, міндетті түрде 6 сағатқа не болмаса бір түнге қамырымызды холодильникке салып қоямыз. Ертеңгі күні қамырымызбен жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Міне осындай болып шығады. Міндетті түрде астына ұнды себеміз. Онмен жұмыс істеңіздер, өйткені қамырларыңыз қатпарлы болғаннан кейін, арасында май болғаннан кейін ол бір-біріне жабысады. Міне осындай қамырымызды осылай 3-4 рет бір-біріне осылай қатпарлы етіп жинаймыз. Осы қамырдан мен 2 түрлі тәтті жасайтын боламын, сол себептен қамырды 2-ге бөліп алдым. Қамырымыздың астына ұн себемізде қамырымызды домалата етіп жайып шығамыз. Бұл қамырдан мен рогалики жасаймын, сол себептен қамырды домалақ етіп жайып аламын. Қамырды жайып болғаннан кейін рогаликтардың формасын шығарып, 3 бұрышты етіп қамырымызды кесіп аламыз. Тура видеодағындай. Рогаликтің ортасына мен вареный сгущенка қосам. Менде осындай 3 желание. Негізі салмасына әртүрлі салма қосуға болады. Жеміс жидектер, не болмаса джем қосуға болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңызбен. Бізге менің отбасыма негізі вареный сгущенка ұнайды. Салманы қамырдың шетіне қарай саламыз да, рогаликтарымызды орап, енді қамырдың осы 2 шетін біріктіреміз. Осымен дайын болған рогаликтерімізді пергамент қағазын төсеп, противеньге салып аламыз. Енді екінші қамырымызды 4 бұрышты етіп илеп аламыз. Бұдан біз трубочки жасайтын боламыз. Міндетті түрде қамырға ұнды сеуіп жұмыс істеңіздер. Сол кезде қамырларыңыз жабысып қалмайды. Енді қамырымызды ұзынша етіп пышақпен кесіп шығамыз. Әрбір қамырдың кесілген тілімін осылай конусқа орап аламыз.
Осы қамырдан менде 12 штук трубочки болып шықты. Және де бұл қатпарлы қамырдан әртүрлі дәмді тағамдар жасауға болады. Соның ішінде Наполеон торты, алмалы галета, әртүрлі дәмді печеньелар, самса, етті бәліш, тағы да басқа өте дәмді тағамдар жасауға болады. Енді осы трубочкаларымызды жаңағы рогаликтің қасына салып шығамыз. Және де осы екі түрлі тәттіміздің үстіне міндетті түрде сарыуызды жағамыз. Енді осы тәттілерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Әдемі қызарғанға дейін пісіреміз. Міне бізде осылай әп-әдемі болып пісу керек. Трубочкиміз бен рогаликтарымыз пісті. Міне қараңыз, қандай әдемі болып шықты қызарып. Иесі деген керемет болады, бүкіл үйдің ішін алып кетті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де трубочкаларымыз конустан оп-оңай алынады. Өйткені қамырымыз осындай қатпарлы болғаннан кейін. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Дайын болған трубочкаларымызды тарелкаға салып аламыз да кішкене суытамыз. Енді рогаликтарымызды саламыз. Рогаликтарымыз қараңыз қандай әдемі болып шықты. Және де ішіндегі салмасы ағып кетпейді. Осы қамырмен жасасаңыздар, салмасы ағып кетпейді. Қараңыздар, өте дәмді, қандай күшті. Салмасы да аз емес. Міне, керемет. Енді дәмі деген енді мен сөзім жоқ. Тіл үйіреді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне ішіндегі варенкасы осылай шығып тұрады, қараңыздар. Қандай керемет, енді сөзім жоқ. Бұл рогаликті енді жегенде арманда, жемегенде арманда, міндетті түрде жасап көріңіздер. Трубочкимізде өте әдем болып шықты. Міне қамырын қараңыздар. Өте әдем болып шығады. Және де осы трубочкидің ішіне әртүрлі салма салуға болады. Мен өзім кондитер болғаннан кейін менде шоколадты крем болды. Мен сол шоколадты креммен ішін толтырдым. Ішін әртүрлі джеммен толтырсаңыздар да болады. Не болмаса қайнатпалы креммен де толтыруға болады. Белокты креммен толтыруға болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Міне қараңыздар, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде менің рецептіме жасаңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де келесі кездескенше күн жарық.